Сіздерге самсаның супер қамырын көрсетейін бе? Онда қараңызшы. Тұзды мінекей осылай суық суға араластырып аласыз. Оныңызға ештеңе қоспайсыз. Осылай тұзды суық суыңызбен қамырыңызды илеп аласыз. Мінекей алақаныңызбен әбден сықылап илеп аласыз. Кейін пакетикке салып қамырыңызды демалдыруға жібересіз. Мінекей демалды. Қамырмен жұмыс жасау өте оңай. Осылай алақанымызбен басып жібереміз де ұнымызды сеуіп, дөп дөңгелек етіп, кәдімгі мантыға, етке қамыр жайғандай жайып шығасыз. Кейін осы уақыт аралығында майыңызды суытып қойыңыз, ерітіп қойыңыз. Май осылай салқындап тұрады. Мінекей үстіне бәрін сылап, сипап жағып шығасыз да, қамырыңызды дөп дөңгелек етіп рулет құсап орайсыз. Албыратпайсыз, жалбыратпайсыз. Мінекей бір келкі орап аласыз. Кейін екі жақ шетінен ұстап аласыз да, осылай бұрайсыз. Ерекшелігі осы да. Дайын қамырыңызды тоңазытқышқа 2 сағатқа жібересіз. Сіздермен бірге болған Ермектің